Ол қоқыс жәшігінің ішінде ұйықтап жатқан. Сол кезде қасына бір бай кәсіпкер, Дамир Асылов келді. Сол сәтте ол өмір бойы ұмытпайтын шындықты түсінді. Қараңғы көшедегі бір кездесу адамның бүкіл өмірін өзгерте ала ма? Бұл біреуді құтқару жайлы емес. Бұл екі жанның бір-бірін емдеуі туралы әңгіме. Ақшаға, есепке, қатаң шешімдерге үйренген Дамир алғаш рет әке болуды жүрекпен сезінді. Қағаз жүзінде емес, шын көңілмен. Егер сол күні ол басқа жаққа бұрылғанда, бәрі басқаша болар еді. Бірақ сол кеште Хан сарай мейрамханасындағы шулы кездесуден кейін ол көлігіне емес, көшенің ішіне қарай жүріп кетті. Көше дымқыл, айналада қоқыстың иісі шығып тұрды. Дамир тез жүріп келе жатып, бір жәшіктің жанында қозғалысты байқап қалды. 6 жастағы кішкентай қыз жерге отырып алған. Үстіндегі киімі лас. Қолында күйіп кеткен, бір құлағы жоқ ойыншық аюды қысып ұстап отыр. Қыздың аты Әлия. Оның көзінде көмек сұраған үміт жоқ еді. Кек шаршау ғана бар. Сол көзқарас Дамирдің жүрегін шым еткізді. Бұл аяушылық емес еді. Бұл бір таныс сезім сияқты. Сен мұнда жалғызсың ба? Деп сұрады ол ақырын. Қыз үндемеді. Тек ойыншығын қаттырақ қысып алды. Аюыңның аты кім? Деді Дамир. Қонжық, деді қыз жай ғана. Дамир күлімсіреп басын изеді. Жүр, менімен бірге жүр. Өзі де неге олай деген түсінбеді. Бірақ қыз орнынан тұрып, үндемей оның артынан ерді. Қорықпады да. Бұл ең қорқыныштысы еді. Демек, оны ешкім ештеңеден қорқуға үйретпеген. Көлікте келе жатып, Әлия үнсіз отырды. Қонжықты құшағынан босатпады. Үйіне келгенде Дамир не істерін білмей қалды. Ол үлкен компанияларды сатып алатын, миллиардтаған келісімдер жасайтын адам еді. Бірақ дәл қазір алдында тұрған кішкентай қызға қалай көмектесуді білмеді. Жуын күн келе ме? Деп сұрады ол. Мен судан қорқамын, деді Әлия. Онда жай ғана жылы орамалмен сүртейік. Қыз басын изеді. Дамир ас үйге кіріп су қайнатты. Сүргіз деп жүрді. Бәрін асығып істеп жатқандай. Бәлкім, дәл осы сәт оның өміріндегі ең маңызды шешімдердің бірі. Сол түні оның өмірі өзгерді. Бұл бір бай адамның бір қызды құтқарған туралы емес. Бұл жүрегі бос адамның жүрегін кішкентай қыздың қайта тірілткені туралы әңгіме. Бәрі оған алғаш рет болып жатқандай еді. Бәрі тосын, үйренбеген жағдай. Дамир Асылов ас үйге кіріп, бар білетіні ірімшік қосылған макарон пісірді. Басқа ештеңе ойына келмеді. Әлия тамақты асықпай жеді. Әр қасықты ойланып жеп отырғандай. Бәлкім, қайтадан мұндай тамақ болмай қалады деп қорыққан шығар. Тамақты бітірген соң жай ғана. Рахмет, өте дәмді, деді. Осы сөз Дамирге директорлар кеңесіндегі кез келген мақтаудан да қатты әсер етті. Ол қонақ бөлмесіне төсек салып берді. Түнгі шамды жағып қойды. Әлия ойыншығы қонжықты құшағына алып жатты. Ал Дамир есік алдында тұрды. Кет алмады. Тек қарап тұрды. Сен мен ұйықтағанша қасында отыра аласың ба? Деді Әлия ақырын. Дамир еденге отырды. Арқасы ауырды. Аяқтары тала бастады. Бірақ орнынан тұрған жоқ. 10 минуттан кейін қыз ұйықтап кетті. Ал ол ұйықтай алмады. Таңертең Дамир дәрігер шақырды. Қызға жаңа киімдер сатып алды. Хатшысына психолог табуды тапсырды. Бірақ артық қағазбастылықсыз. Әлия сөзге емес, іске сенетін. 2 күннен кейін ол сұрады. Сен мені қуып жібермейсің бе? Жоқ, деді Дамир. Егер мен бір нәрсені сындырып алсам да? Тіпті сонда да жоқ. Қыз біраз ойланып тұрды да. Онда мен саған сурет салып беремін. Мені ме? Деп сұрады ол. Жоқ, сені және не қонжықты бұлттың үстінде. Ол жерде жақсы. Дамир көп жылдан бері алғаш рет шын жүректен жымиды. Себепсіз, жай ғана. Жанында кішкентай қыз бар. Ол күлдің ішінде тұрсан да, бұлттың үстінде болуға болады деп сенетін. Әлия ол жұмыстан келгенде әлі де көп сөйлемейтін. Бірақ оның бөлмесіндегі шам жанып тұратын. Демек,
ол күтіп отырған. 3 күн өтті. Дамир өзіне бұл уақытша ғана, туыстары табылғанша, мен не істерімді ойлағанша деп айтып жүрді. Бірақ жүрегінің түбінде ол уақыт дегенің енді жоқ екенін сезді. Тек қазір ғана бар еді. Ал сол қазірдің ішінде Әлия өмір сүріп жатқан. Ештеңе сұрамайтын, ештеңе талап етпейтін қыз. Жай ғана қасында жүретін. Сол қасында болу Дамир Асыловқа бұрынғы барлық байлығынан да қымбат болып кетті. Ол Әлияның бөлмесіне кірді. Әлия кілемде отырып, түрлі түсті қаламмен сурет салып жатыр екен. Бұл біз бе? Деп сұрады Дамир. Қағазда үлкен, бір құлағы күйген аю қонжық, жолақты көйлек киген Әлия және костюм киген сәл ыңғайсыз күліп тұрған ер адам бейнеленген. Үшеуі ағаштың астында тұр. Ал мынау аспан, деді Әлия жоғарыны көрсетіп. Мұнда түнде де жарық болады. Дамир не айтарын білмеді. Ол үлкен жиналыстарда еркін сөйлейтін, адамдарды сендіре алатын. Бірақ осы кішкентай қыздың алдында сөз табу қиын еді. Мен сен қалауынша қасында боламын, деді ол ақын. Әлия оған қарады. Ал егер мен сенің мәңгі қалғаныңды қаласам ше? Дамир үнсіз қалды. Қыздың көзінде айла жоқ еді. Тек үміт бар. Баланың таза үміті. Ол қыздың қасына отырып, онда мен қаламын, деді жай ғана. Сол сәттен бастап, Әлия баяу-баяу өз өмірі туралы айта бастады. Өзінді етіп, бәрін бірден емес. Ал Дамир тыңдады. Бірінші рет шынымен тыңдап отырды. Бәрі бірден емес, әрдайым қатар жүрмеді. Түнде өрт шықты. Әлия ойлады, бұл дауыл шығар деп. Кейін жылу сезілді. Анасы оны көрпеге орап қорғаштады. Көзін ашқанда ол көшеде тұрды. Анасын да, әкесін де таппады. Сенді кім тапты? Деп сұрады Дамир Асылов. Ешкім. Мен көріптің астына тығылдым. Сосын көшелерде жүрдім. Кейде адамдар тамақ берді. Бір ер адам нан берді. Бір әйел куртка берді. Кейін мен жалғыз болуға үйрендім, деді Әлия. Дамир түсінді. Қыз үшін қонжық тек ойыншық емес. Ол бүкіл әлемі. Үйінен, ата-анасынан, махаббатынан қалған жалғыз нәрсе. Бір түнде Әлия қатты айғайлады. Өрт қайта оралғандай. Дамир бөлмеге жүгіріп кірді. Әлия көрпесін қысып ұстап отыр. Көздері ашық, бірақ ойы өткенде. Барлығы жақсы. Бұл тек түс, деді ол қызды құшақтап. Бастапқыда сәл ыңғайсыз болды. Сосын құшақтауы күшейді. Әлия дірілдеді, бірақ алыстамады. Тек сыбырлап айтты. Мен оларды оята алмадым. Дамир оны мықтап құшақтады. Бұл ересек пен бала арасындағы қарапайым құшақ емес еді. Бұл жанның айқайы. Ол ақыры біреу тыңдаған сияқты. Сол түннен кейін Әлия қараңғыдан қорықпайтын болды. Теп дәліздегі шам жанған кезде ғана өзін жайлы сезінетін. Дамир Асылов бұрын ешқашан істемеген нәрселерді жасауға кірісті. Таңғы ас пісірді. Әлияға аяқ киімін іздеді. Кітаптар оқыды. Басында әр сөзде қатесіп, тым ресми сөйлейтін, бірақ кейін үйренді. Әлия жануарлар туралы ертегілерді жақсы көретін. Дамир қасқырларды, қояндарды, үкілерді дауыстап айтуға үйренді. Бұл таңқаларлықтай, бірақ маңызды болды. Бір күні Әлия ауырып қалды. Дамир губернатормен кездесуді кейінге қалдырды. Кеңесшісі қатты ашуланды. Бұл өте маңызды шешім, Дамир. Инвестициялар, Азиядағы жобалар. Бірақ Дамир тыныш қалды. Телефонды қойды. Сол кезде Әлия оның қолында ұйықтап отыр еді. Сол сәтте ол түсінді. Енді ол тек табыс үшін өмір сүргісі келмейді. Апта өткенде Дамир Әлияны тексеруге әкелді. Дәрігер. Кейбір жарақаттары бар. Психологиялық жарақаттары да бар, деді. Бірақ ең таңғаларлығы Әлия шыдап тұр. Яғни, оның өмірінде ұстап тұратын біреу пайда болған. Дамир үндемей басын изеді. Әлия сұрай бастады. Сен әрдайым бай болдың ба? Жоқ.
Алдымен кедей болдым, кейін ренжігіш, кейін жалғыз едім. Ал қазір, деді Дамир Әлияға қарап. Ал қазір, деді Әлия. Қазір білмеймін, бірақ сен маған ұнайсың, деді Дамир. Әлия жымиды. Сен де ұнайсың, тіпті галстуксызды. Бірінші өзгерістің белгісі какао ішкеннен кейінгі бос кесе болды. Дамир оны жинауды өтінбеді, бірақ Әлия өзі жинады. Демек, ол бұл жерді үй деп санай бастаған. Ай өтті, бәлкім сәл көт. Дамир бұрынғыдай күнтізбеге қарамайтын болды. Келісімдер, есептер, жоспарлар артқа кетті. Олардың орнына қарапайым нәрселер келді. Әлияның шнуроктарын байлау, оның сүйікті алма пюресін сатып алу, психологиялық маман іздеу. Ол тек кітаптан оқығандай сөйлемейтін адам. Дамир әлі де білмеді өзі Әлияға кім екені. Бірақ бір нәрсені түсінді. Әр таң енді жаңалықтан емес, кішкентай қыздың күлкісінен басталады. Бүгін мен тағы өзімді көрдім, деді Әлия таңғы ас кезінде. Қалай дегенің, деп сұрады Дамир Асылов. Мен ұйықтап жатқанмын, сосын өзімді сырттан көріп тұрғандай болдым. Мен сенімен бірге едім, біз саябақта серуендедік. Қонжық рюкзакта бар еді. Тек ол жаңа, бірақ толық емес. Ол жымиып тұрды. Дамир түсінді. Ол түске сенбейтін, бірақ Әлияның дауысына және оның өзгеріп келе жатқанына сенетін. Дамир көлеңкесін азайтты. Ол Әлияны сурет студиясына апара бастады. Бірінші сабақ тыныш өтті. Әлия ешкімге қарамай тек сурет салды. 3 аптадан кейін ол басқа балалармен бояуларын бөлісе бастады. 5-ші аптада Әлия Дамирге бір сурет әкелді. Онда олардың үйі салынған, бірақ фотодағыдай сұр емес, терезелері жүрек пішінді, алтын түсті. Бұл сенің ойың ба? Деді Дамир. Жоқ, жай ғана солай көрінді, деді Әлия. Дамир суретті кабинетте сейфтің үстіне ілді. Оны апара барған психолог, 60 жастағы кісі, костюмсіз, мейірімді көзді, аз сөйлейтін адам еді. Ол сеанстан шыққанда, оның психикасы мықты, бірақ жарасы терең. Қайғыны қайта бастан кешпеу керек. Дамир түнімен ұйықтамады. Ол әрдайым жоспарлы адам еді, бірақ қазір қорқыныш болды. Түсінбейтін нәрсеге ұқыппен қарау керек. Әлияны жоғалтып алудан қорқты. Ол олардың байланысын қалай заңдастыратынын білмеді. Асырап алу, қамқорлық. Бірақ егер тексеру басталса, оны алып кетпей ме деп қорқты. Дамир биологиялық баласы жоқ, байлығы өте көп. Сондықтан басқалар оған сенімсіз қарайды. Қоршаған орта оны бірден сендіре алмайды. Бір күні Әлия сұрады. Ал егер олар келіп, мені алып кетсе ше? Дамир тоқтап қалды. Бұл сұрақтардың келетін білетін, бірақ қалай жауап беретін білмеді. Мен сені ешқашан бермеймін, деді ол. Ал егер олар күшті болса, деді қыз. Дамир тізесіне отырып, Әлияның қолдарын қыса ұстап. Мен қасында боламын, тіпті күресу керек болса да, тіпті айқайлау керек болса да. Мен сені ешқашан бермеймін, Әлия, деді. Әлия үндемей оған жабысты. Ол дірілдеп тұрды, бірақ қорқыныштан емес, жеңілденгендей сезінен. Келесі аптада Әлия тағы айтты. Егер сен кеткің келсе, мен қаламаймын. Дамир ұзақ үндемеді. Кек оны тыңдады. Онда сен менің қонжықты басыма тигізіп ұрғайсың да, менің қазір кім екенімді еске саласың, деді Әлия сыбырлап. Дамир Асылов уақытша қамқорлыққа алу туралы өтініш жазуды бастады. Бұл оңай болған жоқ. Қағаздар, анықтамалар, комиссиялар. Заңгерлер де абдырап қалды. Мырза Асылов, сіздің үйіңіз, өмір салтыңыз, психологиялық жағдайыңыз тексерілетін болады. Кексесін, деді Дамир. Бұл бизнес аудит емес. Менде мақсат бар. Әлия үшін бәріне төземін. Әлияның туған күніне ол кішкентай тосын сый жасады. Банкетте, шоуда жоқ. Тек тыныш үй мерекесі. Бір торт, 3 шырақ. Әлия тілек тікті де шырақтарды өшірді. Не тіледің? Деп сұрады Дамир. Сен менің әкем болудан бас тартпайсың деп тіледім, деді Әлия. Сол сәтте
Дамир көз жасын тыя алмады. Ал Әлия алғаш рет өзі құшақтап, жылы жүрекпен жақындады. Сол кеште оны төсекте жатқызып жатқанда Әлия сыбырлады: «Мен анамды ұмытқым келмейді, бірақ сен басқасың, жанымдасың. Мен ұмыт деп сұрамаймын, тек қасында болғым келеді», деді Дамир. Әлия ұйықтап жатқанда ол оны қарап отырып ойлады: «Егер мен сол кезде сол арқауландырып кеткен көше бойына бұрылғанымда, қазір кім болар едім?» Жауап жоқ еді. Бірақ ол дәл қазіргі Дамир Асылов болмас еді. Ешқашан әке болмайтын еді. Келесі таңғы күні уақытша қамқорлықты анықтайтын отырыс өтті. Уақытты белгіледі. Сейсенбі күні таңғы 8:45. Сол күні Дамир ең сәнді костюмін емес, қарапайым костюмін киді, галстуксыз. Әлия гүлді көйлек киіп, арқасына қонжықты салып, жол бойы үнсіз отырды. «Айтқың келсе айт, айтқың келмесе, мен өзім сөйлеймін», деп сыбырлады Дамир Асылов Әлияға. Сот ғимаратына кіргенде Әлия басын изеді, бірақ көздері балаға ұқсамады. Көп нәрсе көрген, көп нәрсе жоғалтқан адамның көзінде еді. Залда судья, прокурор, қамқоршылық органының өкілі, Дамирдің адвокаты және әлеуметтік қызметкер отырды. Барлығы ресми, салқын. Бұл қарапайым рәсім болу керек еді, бірақ Дамирдің жүрегі қатты соғып тұрды. Бұрын миллиардтаған келісімдер жасағанда да осылай толқымаған еді. Өйткені қазір әңгіме ақша туралы емес, әңгіме Әлия туралы. «Дамир Асылов, сіз үйленбегенсіз. Бала тәрбиелеу тәжірибеңіз жоқ, бизнесіміз көп. Әлемнің әр жерінде мүлкіміз бар. Неге сіз балаға дұрыс қамқор бола алам деп ойлайсыз?» деп сұрады судья. Дамир тыныш жауап берді. «Өйткені мен қазірдің өзінде қамқор болып жүрмін. Мен оның қорқынысын білемін, қандай түс көретінін білемін, қай макаронды жақсы көретінін, қай түсті қаламмен тынысталатынын білемін. Ол тек үйде күледі. Және не ол мені құжат бойынша емес, шын жүректен әке деп атайды». «Сізде педагогикалық білім жоқ», деді прокурор. «Бірақ жүрегім бар. Кейде сол жеткілікті», деді Дамир. Прокурор құжаттарды көрсетті. Көшедегі камера жазбалары, Дамирдің Әлияны алғаш тапқан сәті, оның тұйық өмір салты туралы мәліметтер. «Ол ықпалды адам, бірақ балаға не керек екенін түсіне ме?» деген күмән айтылды. Залда тыныштық орнады. Ал Дамир бір ғана нәрсені ойлап отырды. Кек оны менен алып кетпесе болды. «Мен үйінің қалай өртенгенін көрдім. Анам мен әкемнен айырылдым», деді Әлия. «Мен жертөледе тұрдым. Адамдар маған тамақ тастап кететін, бірақ ешкім жанымда қалмады. Ол қалды. Ол бантик байлай алмайды. Ботқанды тым сұйық қылып пісіреді. Бірақ ол шаршаса да, маған әр кеш сайын ертегі оқиды. Ол менің әкем. Өйткені ол кетіп қалмады. Ол қайтып келем деп айтқан жоқ. Ол жай ғана қалды». Залда тыныштық орнады. Судья тік отырды. «Рахмет, Әлия. Отыр», деді ол. Шешім шыққанша біраз уақыт өтті. Бірақ Дамирге бұл уақыт өте ұзақ сияқты көрінді. Сот уақытша қамқоршылықты беруге шешім қабылдады. Бірақ 3 айдан кейін үй жағдайы мен психологтың қорытындысы қайта тексеріледі, деді. Дамир көзін жұмды. Шаршағаннан емес, жеңілдеп кеткеннен. Соттан шыққанда Әлия сұрады: «Бұл біз енді отбасы бола аламыз деген сөз бе?» «Біз онсыз да отбасы едік. Енді оны басқалар да түсінеді», деді ол. Ол үйді өзгерте бастады. Әлияға бөлек әдемі бөлме жасады. Қабырғаға оның суреттерін ілді. Ас үйге кішкентай үстел қойды, бірге тамақ жасау үшін. Әлия ас үйдің жәшіктеріне қызғылт тұтқалар таңдады. Ол қарсы болған жоқ. «Үйіміз ертегідегідей болса екен, бірақ шын ертегі. Патшалық емес, жай ғана сені жақсы көретін бөлме болса болды», деді Әлия. Бір күні әлеуметтік қызметтен тексеріс келді. Әйел адам қатал, бәрін мұқият қарайды. Дамир уайымдады, бірақ Әлия бәрін өзі көрсетті. Кітап сөресін, төсегін, өзі таңдаған түнгі шамды. Бұл
жай ғана үй емес еді. Бұл олардың үйі еді. Соттан кейін Әлия тексеруші әйелге жақындап айтты: «Сіз менің осында қалу қалмауымды шешесіз, бірақ мен қазірдің өзінде осында қалдым. Тек мені қайтадан жалғыз қалдырмаңызшы». Әйел жымиып сыртқа шыққанда Дамирге айтты: «Егер сіз дәл қазіргідей қамқор болып қала берсеңіз, ол бақытты болады. Сіз де». 2 айдан соң сот соңғы шешім шығарды. Әлияға тұрақты қамқоршылық Дамирге берілді. Қағаз оның қолында болды. Әлия оның қолынан ұстап тұрды. «Біз енді расымен отбасы болдық па?» деп сұрады ол жай ғана. «Иә, енді ресми түрде де отбасы болдық, және бұл мәңгі», деді Дамир. Сол кеште Әлия оның кеудесіне алақанын қойып ұйықтады. Ал Дамир ұйықтай алмады, төбеге қарап жатты. Бірақ бұл жолы болашақтан қорықпады, өйткені енді ол жалғыз емес еді. Олардың ортақ өмірі басталған еді. Бәрі бір суреттен басталды. Қисық шатыры бар кішкентай үйдің суреті. Үстіне Әлия буынға бөліп «Қош келдіңіз» деп жазған. Бұл жай сурет емес еді, бұл арман еді. 1 жыл өтті. Әлия енді қатты дыбыстан қорықпайтын болды. Көлік сигналынан селк етпейтін болды. Кейде жарық сөнген бөлмеде де жалғыз қала алатын. Бірақ жанында өзінің ойыншығы, қоншық болса ғана. Аю енді жаңа киімде еді. Оның табанына кішкентай жүрек тігіліп қойылған. «Рахмет», деді Әлия. «Енді ол да мен сияқты». Сырты өзгерді, бірақ іші бұрынғыдай. Бір кеште тамақ үстінде Әлия күтпеген жерден сұрады: «Сен білесің бе, көшеде мен сияқты басқа балалар да бар?» «Білемін», деді Дамир. «Неге оларға ешкім көмектеспейді?» деп сұрады Әлия. Дамир біраз үнсіз тұрды. Сосын айтты: «Кейбір адамдар көмектесе алады, бірақ қаламайды. Ал кейбірі көмектескісі келеді, бірақ қолынан келмейді». «Ал егер адам әрі істей алса, әрі қаласа ше?» деді Әлия. Дамир ойланып қалды. Бөлме ішінде жай жүріп өтті де: «Онда істеу керек», деді. Солай Аврора деген орталық ашу туралы ой туды. Алдымен бұл жай идея болды. Кейін жоспарға айналды. Соңында шындыққа айналды. Дамир өзінің бір бизнесін сатып, сол ақшаға қала шетіндегі ескі ғимаратты алды. Ол ғимаратты бұзбақ болған, бірақ ол қайта жөндеуді шешті. Сәулетшілер ең мықтылары болды, бірақ ең басты кеңесші Әлия еді. «Мұнда шағын жылы ас үй болсын. Мұнда ойын бөлмесі болсын, бірақ пластиксіз, тек ағаштан. Ал мұнда төсектер аласа болсын, балалар құлап кетпесін», деп өзі сурет салып көрсетті. Оның суреттерін Дамир жобалаушыларға беріп отырды. 6 айдан кейін Аврора ашылды. Бұл ата-анасыз қалған балаларға, сәбилі аналарға және көшешеде қалған қарттарға арналған көмек орталығы болды. Бұл жай суық мекеме емес еді. Бұл нағыз үй сияқты орын болды. Ішінде бәліштің иісі шығып тұратын, психологтар жұмыс істейтін, кіреберісте аю ойыншығы талисман болып тұрды. Бұл тек ғимарат емес еді. Бұл бір кезде кішкентай қыз қойған сұрақтың жауабы еді. Кіреберісте қонжықтың дәл өзі сияқты аю тұрды. Кек ол үлкен, адам бойындай. Журналистер Дамирден сұрады: «Сіз бай адамсыз, неге мұның бәрін жасап жатырсыз?» Ол әрдайым бірдей жауап беретін: «Бір күні мен бір кішкентай қызды кездестірдім. Сол мені құтқарды. Енді мен де біреуге көмектескім келеді». Аврора ашылған күні Әлия көк пальто киіп келді. Есік алдында тұрды. Қолында өзі жасаған плакат бар еді. Онда «Бұл жай орталық емес, бұл жаңа бастау» деп жазылған. Дамир оның жанында тұрды. Оның жүрегінде ерекше сезім болды. Бұл жай мақтаныш емес еді. Бұл өмірге деген алғыс еді. Сол бір тар көшеде болған кездесу олардың өмірін өзгерткенін ол жақсы түсінді. Содан кейін Дамир күн сайын Аврораға барып тұрды. Балаларға ертегі оқыды, ата-аналармен сөйлесті. Қажет жобаларға ақша бөлді.
Ол енді тек бизнес басқармайтын, ол сенімді басқарды. Әлия мектепке барды. Үйге сөмке толы дәптер әкелетін. Бүгін сурет салдым дейтін. Кейде күн шуақты қалаларды салатын. Кейде жай ғана қол ұстасып тұрған адамдарды. Бір суретте Дамир өзін таныды. Бірақ ол костюммен емес, алжапқыш киіп, қолында қазан ұстап тұр екен. Бұл сен болашақта, бізде тағы біреу болғанда, деді Әлия күліп. Ал Дамир жай ғана жымиып, оның сөзін жүрегіне сақтап қойды. Біреу ме? Туыс па? Ағай немесе әпке ме? Білмеймін. Бірақ біз бәрін бірге жасай аламыз, деді Әлия. Дамир күліп басын изеді. Иә, әрине, жасай аламыз. Олар мінсіз ертегідегі отбасы сияқты өмір сүрмеді. Кейде дауыс көтеретін, келіспеушіліктерде болатын. Әлия кейде қыңырланып, үй тапсырмасын орындағысы келмейтін. Дамир ашуланатын, дауысы қатайтатын. Бірақ кейін әрдайым кешірім сұрайтын. Әлия де кешірім айтатын. Бұл тек ойнап жүрген отбасы емес еді. Бұл шынайы отбасы еді. Кейде түнде Дамир оның төсегіне келіп, тыныш дем алып жатқан тексеретін. Сол кезде бәрі өз орнына келетін сияқты. Аврора жаңалықтарда көрсетілгенде мыңдаған хаттар келді. Бұрынғы жетім балалардан, сәбилі аналардан, көшедегі қарттардан. Бір хат әсіресе жадыда қалды. Рахмет, сіздер бізге үй болдыңыздар. Мен қайтадан біреуге сенуге болатынын білмейтінмін, енді білемін. Аврора ашылғаннан бір жыл өткенде, Әлия тағы да үйдің суретін салды. Бірақ бұл жолы ол үлкен және өзгеше еді. Үйдің айналасында адамдар тұр. Үстінде жазылған. Егер бір адам болса да сені сүйетін болса, онда сен үйдесің. Бір кеште Әлия диванда оның қасына жадып, басын Дамирдің иығына қойып сұрады. Сен бақыттысың ба? Дамир ойланып жауап берді. Қазір иә. Ал бұрын мүмкін бақыттың не екенін білмейтінмін. Сенді сол тар көшедегі қоқыс арасында көргенше. Сол жерге бармау керек еді ғой, деді Әлия. Ол оны құшақтады. Ең соңғы көрініс. Дамир Аврор орталығында отыр. Балалар айналасында, Әлия жанында. Қонжықтың ескі, бірақ әлі де басты аю көрініп тұр. Кейде біреуге көмектесу үшін өзімді қайтадан адам ету керек болады. Бір кішкентай қол, тіпті ең жоғалған ересекті де қараңғыдан шығара алады. Әсіресе ол ересек тек қалуды, жай ғана қалуды қаласа.